Рамазан. Рамазан айында ең кемі осылардың бірін істеуге тырысыңыз. Айналаңыздағы мұқтаж деген бір адамды таңдап, соған ізгілікке толы жанын жылытатын хат жазыңыз. Ұзақ уақыт бойы сөйлеспеген ескі досыңызды кешіріп, онымен татуласыңыз. Көршіңізге бір жақсылық жасаңыз. Мысалы, тамақ дайындап апару, шайға шақыру, ауланы тазалау дегендей. Өзіңіздің ең сүйікті асыңызды әзірлеп, өзіңіз жемей, сонымен кедей адамдарды тамақтандырыңыз. Мешіттердің біріне Құран апарып қойыңыз. Оны оқыған әр адамның сауабы сізге жазылады. Өзіңіз танитын барлық өмірден өткен адамдарды тізіп жазып, солар үшін шын жүректен дұға жасаңыз. Өзіңіз дүниеден қайтқанда, адамдардың сіздің артыңыздан қандай дұға жасағанын қалайтын болсаңыз, сіздің бұл дұғаңыз да сондай болсын. Маңайыңыздан Әл-Фатиха сүресін білмейтін бір баланы тауып үйретіңіз. Ол бала өмірінің соңына дейін әр оқыған сайын сізге сауап жазылады. Жаңа хадис үйреніп, оны ұстануға тырысыңыз. Құраннан қысқа сүре жаттап, оның тәпсірін оқып, маңайыңыздағы бір адамға айтып беріңіз. Өзіңізді қолға алып, өсек пен ғайбатқа мүлде жоламаңыз. Оны қатты қадағалаңыз. Жұмыстастарыңызға кішкентай сыйлықтар, кәмпит, жеміс дегендей алып келіңіз. Ата-анаңызды қуантып, жиі құшақтаңыз, беттерінен сүйіңіз. Өмірден өткен болса, дұға жасаңыз. Ұзақ уақыттан бері хабарласпаған туыстарыңызға хабарласып, жағдайларын біліңіз. Бір-бірімен араз екі адамды тауып, татуластыруға барыңызды салыңыз. Үйсіз хайуанды тамақтандырыңыз. Пайғамбарымыздың өмірбаяны туралы кітап сатып алып, күнде оқып тұрыңыз. Көзіңіз, тіліңіз, жүрегіңіз кездескен жандарды сынамауын қадағалаңыз. Кемшілік көрсеңіз, сыртынан дұға етіңіз. Кездескен жанның бәріне жылы сөз айтуға тырысыңыз. Биыл тәуекел етіп, оразаны алғаш ұстаған 5 адамға сыйлық жасаңыз. 3 жаңа жақсы қасиетке ие болыңыз. 3 жаман қасиеттен арылыңыз. Осы айдағы табысыңыздың 10%-ын қайырымдылыққа жұмсаңыз. Рамазан айында жамағатпен тарауық намазын оқыңыз. Ауызашар ұйымдастыруға ат салысыңыз. Ұжымдық түрде мешіт тазалығына ат салысыңыз. Ораза ішіп жеуден тоқтатылатын жай ғана діни жоралғы ғана емес, сондай-ақ оның адам денсаулығына зор пайдасы бар екені қазіргі таңда дәлелденіп отыр. Ауыз бекіту ас қорыту жүйесінің демалуына мүмкіндік береді. Бірақ бір ескерте кететін жайт, ораза ұстаған кезде асқазан қышқылдық бөлінуді тоқтатпайды. Яғни, асқазанында жарасы бар адам ауыз бекіту кезінде абай болуы қажет. Егер ораза ұстаушы ауыз ашқаннан кейін жейтін тамақ мөлшеріне шектеу қойып, дұрыс режиммен жүрсе, бойдағы артық салмақтан арылуға ораза таптырмайтын әдіс. Яғни, адам ұзақ уақыт аш жүріп, ауыз ашқан кезде бірден тамақ пен сусындарға тойып алмағаны жөн. Себебі бұл керісінше салмақтың көбеюіне әкеп соғады. Алла елшісі ауыз ашар кезде тек бірнеше құрмадан дәм тартып, аз ғана су ішіп, ақшам намазына тұратын. Пайғамбарымыздың осы бір әдеті бәрімізге үлгі бола алады. Себебі құрманың құрамында қант бар, ал қант қан құрамына тез тарайды. Сол себепті адам аузын құрмамен ашатын болса, бірден тоқшылықты сезінеді. Көп адамдар күні бойы тамақтан тыйылып, ауыз ашқаннан кейін бірден ауыр, майлы тамақтарды, көкөністерді жей бастайды. Ауыз ашқанда жеңіл тамақ жеген дұрыс.